Сен мне, ушу президенттер мен намаз оқыған көрдің біле. Біз намаз оқысақ өз үшін оқимыз. Құдайым деп, біздің мемлекетіміз ынтымақты болсын, еліміз аманшылықта болсын деп біз өзімізге намаз оқимыз. Сен неше көрдің мен бұл жерде? Қай жыл болған 16 жылым не болдың сен бұл жерде? Балашка деп, сен емес білең. Сені бұл жерде өстірген ұшы кіші. Сені көтерген ұшы кіші. Сен анан кейін бел қойып, далын қойып кетіп қалмадың сен? Мен бұл жерде. Мен аларға бір да президентке мен милдет қойған емесмін. Bir дағы мен аларды мұнда атқарам, бұл жасайым деп айтқан емесмін. Ошон сен біліп алған кім екен. Сен мына ошу Атамбаевта сен жүргенсің ошу жерде намаз оқып. Сен ошу атқарған іштерін, айтқан жасаған жұмыстар сен атқарғансың сен. Ошон үшін маға сен мұны олағын. Ақыл үретпегін маға. Же дәлелімен айтқын сен. Дәлелімен айтқын. Сен мұндай маға қиытып сөйлеуе жүргін маға. Ұқтың бі? Енем. Эми катуу тийип чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коеюн деген ой эле. Түшүнүп чычалап атышканы мындай жакшы. Бактергеш. Дагы бир жолу айтып коеюн, сизге дароо болсун. Бирок дароо болбоптур. Мен сиздин атыңызды атабай, сизге комментарий бербегенден кийин сиз ушинтип чыгып алганыңыз туура эмес. Экинчиден, мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгондо айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отур. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөй элем микрофонго. Моралдык да укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Мына ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай.